Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Уссалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Қадірменді тыңдарман, сіздермен тәжвид сабағымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі сіздермен өтетін тақырыбымыз әріптің жазылу түрлері. Яғни алдыңғы сабақтарымызда да айтқан болатынбыз, бұл алфавит әріптерін сіздер жаттаған кезде құр жаттап қана қоймай, бүкіл үтір нүктесіне дейін бейнесін, барлық образын бәрін зрительный памятпен жадыларыңызға сақтап жаттап алыңыздар деп. Өйткені бұл әріптердің бір қызығы, бұлар басында, сөздің ортасында және де соңында әртүрлі бейнеде жазылады. Бірақ бір оңайы, бұларды жақсылап танып алсаңыздар, нүктелерін біліп алсаңыздар, тану оңай болады. Енді практикалық тұрғыдан бұны жүзеге асыру үшін сіздермен осы мысалдарды оқып өтейік. Және де сіздер үйде де осы мысалдарды жақсылап өздеріңіз қайталаңыздар. Өйткені ары қарай енді біз ережелерді, қағидаларды үйренетін боламыз. Онда кеттік. Мінекей мына жерде мына бағанда әріптердің сөздің басында қалай жазатыны келген, мына бағанда ортасында қалай жазылатыны келген, ал мына бағанда сөздің соңында әріптердің қалай жазылатыны баяндалған. Енді соған тоқталып өтейік. Мінекей бірінші әлиф әрпі сөздің басында ардун, мысалы ардун деген сөздің басында әлиф өзіңізге таныс күйде келіп тұр. Енді мына жерде әлифтің үстінде сукун бар. Сукун келген себепті сөздің ортасында келеді. Дәл осылай б сун болып оқылады. Кішкене б деп тоқтап барып келесі әріпке өтесіздер. Б сун. Бұны алдағы әріптарда да Құранға түскен кезде де практикада бір-екі рет қайталап жібереміз. Түк қиындығы жоқ. Қазірден бастап үйрене беріңіздер. Б сун. Шамал тоқтаңқырап барып, күшпен барып бір тоқтап жібересіздер де б сун деп оқисыздар. Сөздің соңында алиф, бұны тану өте оңай. Раба-а. Раба-а деген сөздің соңында мінекей мынандай бейнеде келіп тұр. Енді басқа сөздерде келген кезде алифті ажырата аласыздар деп ойлаймын. Енді бә әріпі сөздің басында мінекей мына бір бөлігі түсіп қалады, бірақ бұны сіздер астындағы нүктесінен танып аласыздар. Бәдә. Бәдә. Мінекей бәдә деген сөздің алғашқысында бә келіп тұр, мынандай бейнеде келіп тұр. Сабара. Сөздің ортасында міне бізде сабыр деген сөз бар ғой. Сабара. Ортасында енді нүктесінен тани бересіздер. Көрдіңіз ғой, формасы қатты өзгермейді. Сабара нүктесінен тани бересіздер. Ашаба. Сөздің аяғында өзінің формасында келіп тұр. Та әрпі. Тарака. Сөздің басында бұны да көрдіңіздер ғой, нүктесінен танып аласыздар. Өйткені екі нүкте бұл та әрпінде ғана бар, үстінде екі нүкте. Тарака. Хатама. Ха әрпі қазір келеміз. Міне көрдіңіздер ме? Өзгеріп жатыр. Хатама. Мим әрпі. Бәхата. Сөздің соңында та әрпі былай келіп тұр. Бәхата. Жаңағы сіздер өткен бә әрпі. Енді сә әрпіне келейік. Сә әрпінің үстінде үш нүкте бар. Бұл да оңай. Сәбәта. Бәсәқа. Хабуса. Сөздің ортасында былай келеді, сөздің соңында былай келеді. Джим әрпі. Джим, ха, ха әріптері мынандай формада өзгереді. Сөздің басында, ортасында, соңында. Көрдіңіздер ғой? Мынандай бейнеде өзгереді. Сөздің соңында ажырату өте оңай. Сөздің енді ортасы мен басында келген кезде қиындау болуы мүмкін, өйткені мына бас жақтары ғана жазылады. Бірақ сіздер нүктесінен қарап біле бересіздер. Мысалы, нүктесі болса, демек джим. Ешбір нүктесі болмаса, демек ха әрпі. Ал егер үстінде нүктесі болса, демек ол ха әрпі. Түсінікті. Енді джим әрпін оқып өтейік. Джара-ха. Та-джа-ра. Та-джа-ра. На-та-джа. Ха әрпі. Ха-ба-са. Да-хи-ка. На-джа-ха. Енді ха әрпін оқып өтейік. Ха-та-ма. Сахара. Мінекей шадда келіп тұр, көрдіңіздер ғой, сол себепті күшейтіп оқимыз. Сахара. На-са-ха.
Енді дәл әрпі. Дәл әрпінің өзгеру формасы мінекей басында өзі келеді, соңында да ұқсас мінекей, бірақ келесі әріппен қосылып кеткендіктен бірінен ажырата қою қиын болуы мүмкін, бірақ көздеріңізді үйретіп алыңыздар. Және де ешқандай нүктесі жоқ, қиғаштау келгендіктен бұны дәл екенін біліп аласыздар. Сөздің ортасында да соны ұқсас. Да, ха, ла. Ха, да, са. Са, ма, да. Енді зәл әрпі. Зәл әрпі дәл әрпіне ұқсайды, бірақ нүктесі бар. Осы нүктесінен танып қоясыздар оның зәл екенін. Зә, ха, ба. Ка, зи, ба. Ә, ха, зә. Мұна қандай әріптер ойлап жатқан шығарсыздар? Бұл қорықпаңыздар, бұл кәдімгі ешбір кедергісіз шығатын һә әрпі. Сөйлемнің сөздің ортасында осылай келеді. Бұл қазір алдыңғы төменгі жақта келеді. Оған тоқталамыз. Енді ра әрпі. Ра әрпі енді жеңіл деп ойлаймын. Зә мен ра екеуі ұқсас, екеуінің нүктесінен айырып аласыздар. Ра, бә, та. Ха, ра, са. Са, фа, ра. Енді зә әрпі. Жаңа айтқанымыздай нүктесінен айырып ала қоясыздар. Зә, бә, дун. Лә, зи, мә. Ка, нә, зә. Енді син әрпі. Син мен шин әрпі өте ұқсас әріптер, бірақ екеуінде осы нүктесінен айырып аласыздар, және де мынау бас жағындағы иректері, иірімдерінен айырып ала қоясыздар. Мінекей сөздің ортасында келсе, мынандай иірім келсе, демек ол син әрпі. Егер иірім келіп үстінде үш нүкте келсе, демек ол шин әрпі деген сөз. Бас жағында да солай сөйлемнің. Син әрпін оқиық. Са, ми, а. Мынау айн әрпі, мынау мим әрпі. Са, ми, а. Ға, са, қа. Нә, ка, са. Шин әрпі, үстінде нүктелер бар. Ша, ри, ка. А, ша, ра. Әу, хаша. Әу, хаша. Кеттік ары қарай, енді сад және дат әрпі. Екеуі бір-біріне ұқсас әріп. Бұларды да бас жағындағы домалағынан, мінекей, және де нүктесінен ажыратып аласыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Сад әрпі. Са, мә, да. Нә, са, ра. Нә, қа, са. Дат әрпі нүктесінен айырып аламыз. Да, ра, бә. Ха, да, ра. Мә, ри, да. Енді та мен ва әрпі екеуі ұқсас. Бұларды да бас жағынан, домалағынан, сад пен та домалақтар ұқсағанымен, тат пен та мен ваның екеуінің үстіңгі жағында сызық шашы болады. Содан айырып аласыздар. Мінекей ортасында да, аяғында да солай келеді. Және де та мен ваны екеуін нүктесінен айырып аласыздар. Та әрпінің мысалдарын оқып өтейік. Та, лә, бә. Бә, ти, ра. Бә, сә, та. Енді ва әрпі, нүктесінен айырып аламыз. Ва, хи, ра. Мұна әріпте. Бұл хә әрпі, жаңағы жоғарда өткен. Қазір төменде тоқталамыз оған. Қатты қорықпай қойыңыздар, бұл қандай әріп деп. Ва, хи, ра. Нә, ва, мә. Жа, ха, ва. Джим және ха әрпі екеуі қатар кеп тұр. Джим екен қайдан білесің, нүктесінен біліп аласыз. Нүктесі болмаса ха әрпі деген сөз. Егер үстінде нүкте болған кезде онда ха әрпі екенін білетін едік. Енді айн мен ғайн әрпі екеуі ұқсас әріп. Бұларды да мына бас жағынан танып аласыздар, көрдіңіздер ме? Мына ортасында енді кішкене өзгешелеу келеді, және соңында мынандай белгімен келеді. Яғни соңында мына төменгі жағында орақ сияқты кеткен жерінен танып аласыздар. Ортасында бұл өзі ұқсамайды ешқандай әріпке, осындай бейнеде келеді, саңырау құлақтың белгісі секілді. Және де екеуін нүктесінен айырып аласыздар. Айн әрпінің мысалын оқиық. А, ли, мә. Жа, а, ла. Айынды көбінесе тамаққа түсіріп, әр оқыған сайын тамаққа түсіруге, тамақты ортасына түсіруге тырысып отырыңыздар, бірте-бірте келеді. Жа, а, ла. Ша, би, а. Енді ғайн әрпін айыннан нүктесі арқылы ажыратып аламыз. Ға, ра, да. Са, ғи,
бә. Ха, мә, ға. Мына ха әрпі. Мына мим әрпі. Енді фә мен қаф екеуі ұқсас. Фә мен қафты мінекей жазылуы былай болады, ортасында домалақ болып келеді. Және де мынау әріптерінен ажыратып нүктелерінен ажыратып аласыздар. Көрдіңіздер ғой? Фә әрпінде бір нүкте, қаф әрпінде екі нүкте. Және де өзі ешқандай әріптерге ұқсамайды бұлар. Өздерінше бір бөлек әріптер, сол себепті ажыратуы қатты қиын болмайды. Фә әрпінің мысалдарын оқиық. Фә, хи, мә. Нә, фә, ра. Ха, сә, фә. Енді қаф әрпіне тоқталып өтейік. Екі нүктесінен ажыратамыз. Қа, са, фә. Нә, қа, ра. Та, фи, қа. Мінекей, фә мен қаф әрпі қатар кеп тұр. Фә әрпі кәсіра болып, фи болып кеп тұр. Қаф әрпі фәтха болып, а болып кеп тұр. Та, фи, қа. Көрдіңіздер ғой? Енді кәф әрпі және де ләм, мим әріптері. Енді кәф әрпіне жеке тоқталып өтейік. Кәф әрпі өзі бір ерекше әріп. Сөздің басында жазылған кезде мінекей былай қиғаш келеді өзі. Қиғаш келеді. Ортасында жазылғанда да соған ұқсас мінекей көрдіңіздер ғой? Яғни соңында өзінің бейнесінде келеді. Яғни ажырата, ортасындағы мына бір иірек бар өзінің. Ол соңында жазылған кезде келеді, ортасында, басында келмейді. Бірақ өздеріңізді байқаған шығарсыздар, кәфті тану өте жеңіл. Өйткені бұл ерекше, өзінше бір бөлек жазылады. Кәф әрпі. Мысалдарын оқып өтейік. Кәзәбә. Нәкәсә. Уфика. Лим әрпі. Ләм әрпі. Ләм әрпінде ажырату өте оңай. Сызықша күйінде келеді. Яғни шамалы әлифтен айырмашылығы бас жағы кішкене еректеу болып кетеді. Және де өзі білінеді әлиф емес екенін. Әлиф көбінесе үстінде хамза деген белгімен келеді. Ләм әрпін оқып өтейік. Лә-айбә. Мына айн әрпі. Лә-айбә. Құл-тә. Бә-са-лә. Мим әрпіне тоқталайық. Мим әрпі сөздің басында мінекей бас жағы жазылады. Ортасында да бас жағы болады. Соңында өзі жазылады. Тану оңай. Мә, та, ра. Сә, ми, ә, жә, хә, мә. Енді нун әрпіне келейік. Нун әрпі мінекей сөздің басында былай жазылады, ортасында былай жазылады. Соңында енді оны тану бірден оңай. Ортасы мен бас жағында кішкене қиналуларыңыз мүмкін, бірақ тәмен және тә, сәмен шатастыруыңыз мүмкін, бірақ бұл жерде нүктелерін айырып аласыз. Жоғарыда өткен тә әрпіне 2 нүкте, сә әрпіне 3 нүкте, бірақ нун әрпіне 1 нүкте. Егер бір нүктемен ғана келсе, үстіңгі жағындағы, онда демек нун деген сөз. Нә, зә, лә. Са, нә, ә. Лә, хә, нә. Вау әрпі. Вау әрпін енді тану оңай. Ол өз бейнесінде келе береді. Уә, жә, дә. Қау, мұн. Сә-ун. Енді хә әрпі. Хә әрпі бұл енді өте ерекше әріп. Жазылуы да ерекше. Жаттау өте оңай. Хә әрпі. Бірақ енді сөздің басында, соңында, аяғында өзгешелеу келеді. Неке сөздің басында мынандай белгімен келеді. Хә, лә, кә. Ортасында мынандай белгімен келеді. Сә, хә, мә. Соңында мінекей мынандай болып өзгереді. Уәджу-хә. Соңында мынандай болып өзгереді. Уәджу-хә. Я әрпі. Я әрпі, мына жерде я әрпінің негізі соңғы жағында, төменгі жағында 2 нүктесі бар. Сол төменгі жағында 2 нүктесінен айырасыз. Мысалы, жоғарыда өткен бізде бәде, бә әрпінде төменгі жағында бір ғана нүкте болса, енді я әрпінде 2 нүктесі бар. Сол 2 нүктесі арқылы ажыратасыздар. Мысалы, я, тә, мә. Тай, рун. 2 нүкте кеп тұр, демек ол я. Бас жағында мынандай белгімен кеп тұр, астында 2 нүкте кеп тұр, ол я болады. Егер 1 нүкте болғанда, онда ол бә болатын еді. 2 нүкте келген себепті я болады. Я, тә, мә. Тай, рун, радия. Енді бұлай өзі
формасы да бір жылан сияқты ирелеңдеп келеді ғой бұл я әрпі. Сөздің соңында осылай өзі ирек күйінде келе береді. Тура осы формасында радия деп оқи бересіздер. Мінекей, қадірменді достар, сіздермен өтетін сабағымыз бүгінгі осы әріптердің жазылу түрлері. Бұларды міндетті түрде үй жұмысына беремін сіздерге. Үйде міндетті түрде жақсылап мұқият қараңыздар. Енді біз ары қарай сіздермен бұл сабақтан кейін Құдай қаласа мінекей мына мысалдарға көшеміз. Ұзын-ұзын мысалдарды оқитын боламыз. Осыдан кейін демек сіздер Құран үйренуге деген ең үлкен баспалдақты аттаған болып есептелесіздер. Алла тағала сәттілік берсін, жеңілдік берсін. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин.